Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кір ыдыстардың үй жағдайында тазалау әдісімен бөлісемін. Үйдегі бар затты пайдаланамыз. Маған бұл әдіс өте қатты ұнады. Оңай тазаланады, сіздер де тазалап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге ыдысты тазалауға кір сабын, сұйық май, ас содасы және лимон қышқылы керек болады. Кір сабын тез еру үшін үккіштен өткіземіз. Ең алдымен үлкен ыдысқа су құйып, қатты отқа қоямыз. Кір сабынды саламыз. Қайнағанша қатты отта тұрады, сонан соң жай отқа қоямыз. Лимон қышқылын саламыз. Ас содасын саламыз. Сұйық майды құямыз. Араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген пайдалы видеолар салатын боламын. Сонан соң тазалану керек ыдыстарды саламыз. Ыдыстардың суда батып тұрғаны жақсы. Жай отта 20-30 минут қайнатамыз. Сонан соң ыдыс жуатын губкамен ысқылап жуамыз. Қатты кір жерлерінің қырғышпен қырамыз. Қатты күш салуды қажет етпейді, ақырындап қырсаңыз кетіп қалады. Кез келген ыдысты бұл әдіспен жуа беруге болмайды. Мен үнемі алюминий ыдыстарды жуамын. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Мінекей достар, таптаза ыдыстарымыз дайын. Маған бұл әдіс өте қатты ұнады. Химиялық құралдарды пайдаланбай осы әдісті қолданып көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.